Сонымен құрметті ханымдар мен мырзалар, біз әрі қарай жалғастырамыз. Келесі жекпе-жек 62 келі салмағында өтеді. Олай болса спортшыларымызды ортаға шақырамыз. Рингтің қара бұрышы. Қарсы алыңыздар, Марат Ағоранов. Рост этого бойца 170 сантиметров. Является очень успешным, опытным файтером, любителем, скажем так. Но и были у него профессиональные поединки. Рекорд этого бойца 2 победы и 0 поражений по профи. Из достижений, конечно же, можно отметить несколько интересных, скажем так, стилей. Я думаю, что как раз таки опыт в различных стилях и поможет ему адаптироваться в рамках правил Kyokushin Combat Fighting. Является кандидатом мастера спорта по Араш ММА, кандидатом мастера спорта по Намад ММА, а также обладатель коричневого пояса по Combat Jiu-Jitsu. Және оның қарсыласы рингтің ақ бұрышына шақырамыз. Қарсы алыңыздар, Жаңабек Иманғазиев. И следующим в ринг KCF направляется файтер из Казахстана, уроженец города Атырау, Иманғазиев Жаңабек. Вот он прямо сейчас на ваших экранах. Рост этого бойца 175 сантиметров. Базовый стиль муай-тай, тайский бокс. Помимо этого является и призером, чемпионом различных соревнований по кикбоксингу, армейскому рукопашному бою, а также муай-тай. В общем, все, что связано с единоборствами, где преимущественно проводит время в стойке, опыт имеется. Причем огромный опыт у Жаңабека Иманғазиева. Сонымен құрметті ханымдар мен мырзалар, бұл 62 келі салмақтағы 3 раундтық жекпе-жек. Жауынгерлерімізбен таныс болыңыздар. Рингтің қара бұрышында. Оның бойы 1,73 сантиметр, салмағы 63 келі. Бүгін оның дебюттық жекпе-жегі Атырау қаласы, Қазақстан. Қарсы алыңыздар, Марат Ағоранов. Және оның қарсыласы рингтің ақ бұрышында. Оның бойы 1,75 сантиметр, салмағы 62 келі. Бүгін оның дебюттық жекпе-жегі Атырау облысы. Ханымдар мен мырзалар, қарсы алыңыздар, Жаңабек Иманғазиев. Құрметті ханымдар мен мырзалар, естеріңізге сала кетейік. Қара бұрыштағы спортшы сары қағаз алады, себебі салмақ жасалмаған үшін. Олай болса ортаға рефери шақырамыз. Ержем білесіңдер, тоқтайын файт бастаймыз. Бұрышқа.
Марат Ағорынов бізде бір ескертуден бастап отыр. Жекпе-жекті жай ғана ескерту емес, бұл -1 ұпай десек те болатын шығар. Демек, жекпе-жек төрешілердің шешіміне дейін жетіп жатса, қорытындыға әсер етеді деген сөз. Ал кет, Марат Ағорынов бізде қара бұрыштан, ақ бұрыштан Иманғазиев Жанабек. Бірден бас салды. Жекпе-жек басталмай жатып ақ 1 ұпай ұтылып келе жатқан біледі. Ағорынов сондықтан ығыстыру керек. Қарсыласты басым болу керек, бір бас жоғары болу керек. Яғни 1 ұпайдың орнын толтыру керек, былайша айтқанда. Азмед в первом же раунде на первых же секундах. Иә, бірден бас салды. Өйткені салмақ дәрежесін көрсете алмады таразда. Жанабек әзірше оп-оңай тойтарыс беріп отыр. Лоу-кик с дистанции. Иә, және өзі әзірше қатты кіріспейді шабуылға. Оба файтера имеет опыт за плечами, поэтому уровень мастерства высокий в этом поединке. Көріп қалсыз қазір қараңыздар. Опасно здесь. Ары қарай жалғастыруға болады. 1 минуттың ішінде, шынымен де біраз шабуыл жасап үлгерді екеуі де. Әсіресе Ағорынов өте белсенді. Онысын түсінуге болады. Лоу-кик по внутренней части бедра снова. Атакует лоу-киком. Иманғазиев біртіндеп тізгінді қолға алып жатқан сияқты қазір. Да, медленно, верно. Пробивает защиту. Щупает своего оппонента. Тағы да, лоу-кик. Қараңыздар. Қаншама мәрте қазір. Жүйелі түрде лоу-киктерді сала бастады. Міне. Еще один жесткий лоу-кик. Ну, эти удары необходимо блокировать. Ағорынову, Марату. Өтіп жатыр Иначе в қараңыздар. долгосрочной перспективе. Встречу как пропустил жестко. Жанабек, Марат слишком увлекся. Жанабек слишком увлекся. Бар жекпе-жекті. Әлде. Ай, до сих пор штормит. Болды, тоқтат. Стоп. Бір ғана соқ қараңыздар. Марат. Бір ғана Как соқ. увлекся атакой Жанабек, к сожалению, Иманғазиев. В разрез пробил. Навстречу. Міне тізгінді қолға алды деп айтып жатып едік, Иманғазиев Жанабек, Марат Ағорыновтың қарсы шабуылын көрдіңіздер. Қазір міндетті түрде бізге қайталап көрсетеді ол сәтті. Нокаут қалай болған сіздермен біз болып асықпай тамашалайтын боламыз. Бүгінше бұл мерзімнен бұрын аяқталған алғашқы жекпе-жек.
Ханымдар мен мырзалар, бұл жекпе-жек бірінші раунд 2 минут 16 секундта тоқтатылды. Нокаутпен жеңіске жеткен рингтің қара бұрышы Марат Ағоранов. Марапаттау үшін лига промоутері Алмаз Омарғали. Жеңімпазға тағы да қошемет көрсетейік, ағайын. Тағы да жеңісіңмен құттықтаймын. Өзіңнің туған жерің, жеңісің, сөз сенікі. Ассалаумалейкум, атырау. Ганшкин. Қайда Ганшкин? Ай, Ганшкин, атмороздар, ай. Ассалаумалейкум, вообще. Рахмет, мені қолдап келген. Даже ауылдан келіп 4 сағат бойы осы жерге келген. Ауылдың жастары, рахмет, мен үшін келіп атсыңдар. Үрістем ағай, рахмет. Ашу ағай, рахмет. Нұршат ағай, рахмет, осылар кісі мені қолдап, поддержка берген, дайындап. Аллаға шүкір, алхамдулилля. Енді соңғы айтарым. Үйдегі анашым, бір емес, 2 анашым бар. Мен үшін дұға етіп отырған. Аллаға шүкір. Және де айтарым. Келесі бойда гонорарды жақсы төлесе, иншалла шығуға дайынбыз. Маған тек ақша маңызды бұл жерде. Рахмет. Ассаламу-алейкум. Қошеметтеріңіз Марат Ағоранов. Сонымен құрметті ханымдар мен мырзалар, біз әрі қарай жалғастырамыз. Көңіл-күй қалай, Атырау! Ой болса, келесі жекпе-жек қарсыластарын ортаға шақырамыз. 90 келі салмақта өтетін жекпе-жек. Ой болса, рингтің қара бұрышына шақырамыз. Қарсы алыңыздар, Айтбай Жандос! To be alive, I know the joy within you dies. Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? 90 келі салмақ дәрежесіндегі жекпе-жек Айтбай Жандос. Назарларыңызда, құрметті көрермен, жасы 27-де Астана қаласының өкілі. Киокушин карате төл спорты және дәл осы Киокушин каратеден Азия кубогының жеңімпазы деген ең басты жетістіктерінің бірі бар. Кәсіпқой деңгейде бұған дейін 4 жекпе-жек өткізіп, 4-еуінде де жеңіске жеткен спортшы. Дәл қазір Айтбай Жандос алаңға басады және біз бірнеше сәттерден соң оның қарсыласымен де танысатын боламыз. Бүгінгі кештің 5-ші жекпе-жегі. Біз бұл жекпе-жектер кешінің дәл ортасына да келіп қалдық. Жалпы
турнир 9 жекпе-жектен тұратынын естеріңізге сала отырайын. Және одан қарсыласы рингтің ақ бұрышына шақырамыз, қарсы алыңыздар, Саламат Хамит! Братан, что 10 лет потерял? Да нет, что-то потерял, а что-то нашел. В этой жизни самое главное себя не потерять. Я вижу все взгляды издалека. Многие твари хотят убрать меня. Мои враги желают мне зла. Не хотят, чтобы я остался. Скажи мне, Хамит Саламат, Жаңаөзен қаласы, Қазақстан. Жасы 21-де бұл спортшының. Бұл жігіттің де айтпақшы төл спорт кешіңіздер, төл спорта киокушин, карате және кәсіпқой деңгейде бір жекпе-жек өткізіп, бұл жекпе-жекте жеңіліске ұшыраған. Әуесқой спортта есесіне жетістіктері бір төбе, спорт шебері, Қазақстан чемпионы, Қазақстан кубогының иегері, 2 мәрте бүкіл әлемдік карате ұйымы кубогының жеңімпазы, 2 мәрте Азия чемпионатының жүлдегері және бірнеше әлем кубоктарында да жүлдегер атанып үлгерген спортшы. Бұл 3 раундтық 90 келі салмағында өтетін жекпе-жек, олай болса спортшыларымызбен таныс болыңыздар. Рингтің қара бұрышында. Оның бойы 1,83 см, салмағы 90 келі, кәсіби рекорды 4 жеңіс. Базасы Киокушинкай-кан карате. Астана қаласы, Қазақстан қадамдар мен мырзалар, қарсы алыңыздар, Жандос Айтбай! Және одан қарсыласы рингтің ақ бұрышында. Оның бойы 1,84 см, салмағы 90 келі, кәсіби рекорды 1 жеңіліс. Базасы Киокушинкай-кан карате. Жаңаөзен қаласы, Қазақстан қадамдар мен мырзалар, қарсы алыңыздар, Саламат Хамит! Рефери Байтуғанов Руслан. Ережені білесіңдер, стоп, тоқтайын, файт бастайын. Жақсы ма? Бұрышқа. Тағы да ауыр салмақтағы жігіттер бізде қара бұрыштан Айтбай Жандос, ақ бұрыш Саламат Хамит. Екеуі де бір спорттың өкілдері. Бұл Киокушин карате. Ал кет. Алғашқы раунд. Солақай Айтбай. Неплохо тут с дистанции. Мидл-киком атакует и сразу же переводит. Хай-кик отвечает. Бірақ қолмен соққыларын қараңыздар. Саламат қазір қолмен соққыларға ден қойған. Жандос ставит акцент на ударах ногами. Хамит же Саламат пытается разнообразить свои атаки. Көріп тұр, қарсыласының шабуылдарын әзірше Саламат Хамит. Бірақ соққылар ауыр. Екеуінің де соққылар ауыр. Бұл бірден ақ сезіліп тұр. Обманку применил. Супермен панчқа ұқсас, Показал, что бьет лоу-киком справа, но зарядил с правой руки, застоялся у каната. Айтбай Жандос! Басы жоғары ұстау керек, рефериде ескерту беріп отыр. Төмпеште ұрып, қазір бірнеше ауыр соққы жетсе, тағы да міне қараңыздар. Дело касается ударов руками, то Саламат выглядит предпочтительней в разменах особенно.
Тамаша, тамаша. Разворачивается Ешкім оппонента. көрсетіп бермеді, қараңыздар. Хамид. Тағы да міне қараңыздар, қолмен соққылар, ал Айтбайдың қарқыны бәсеңдеп қалды. Тәптер бастаған еді. По корпусу. Жақсы өтті бүйірден, е? Жандос отвечает. Айтбай. Одиночными ударами. Тағы да. Кик. Аяқты осып көрді бұл тұста. Саламата. Қазір жекпе-жек өрнегі сәл өзгергендей. Жақсы бастаған Айтбай Жандос қазір. Минута остается до окончания первого раунда. Қайтадан бейін бере алмай жүр. 1 минуттай уақыт бар әлі. Дәл осы Мидл. бүйірден соққылар біраз тоқтатқан сияқты, е? Айтбай Жандосты. Тамаша, тағы да дәл тиген соққы және Дзентте салып үлгерді қазір. Жақынға шықтықта. Еще раз пытался повторить успех. Аяқты көтеріп, аяқтан бастады ғой ең алдымен. Предыдущей связки. Тамаша. Отвечает Айтбай Жандос. Раундтың соңы. Продолжает прессинговать. Барынша белсенді болуға тырысу керек енді раундтың соңында. Последние секунды тем временем. Справа. Өтті соққы бұл жерде. Нокдаун нет. Нокдаун емес бұл жерде. Шалынып құлағандай. Айтбай Жандос алғашқы раундта мәм. Бірінші раундқа көп күш салып қойғандай. Раундтың ең қызықты сәттерін қарап шығамыз, құрметті көрермен. Содан кейін екінші раундты тамашалауға дайын боламыз. Ал кеттік. Басталып та кетті. Будто бы первого раунда и не было. Продолжение. Екінші раундтың жалғасы. Размена рубки. Бірінші раундтың кешіңіздер түк болмағандай жалғастырып кетті. Ауа қармақ болған соққылар. Сәл жылдамырақ көрінеді енді. Хамид Саламат қарсыласына қарағанда. И атаки, конечно же, поразнообразнее у Саламата. Готовил, по всей видимости, от удары. Нокдаун. Иықтан тигендей болды, е? Өте жылдам болды. Толық аңғарған жоқсың міне, Саламаттың дәл тигізген екі соққысы. Продолжает атаковать. Міне. Колян, кажется, прочувствовал этот удар. Тағы да сол ғой. Қатарынан 2 рет бұл соққыны салды қазір. Айтбай Жандос. Қарқын бәсеңдей бастады. Шабуылдардың арасында сәл үзіліс алуға да мәжбүр. Бұрынғыдай бір қарқынды ұстап жүре бере алмайды. Да, конечно, после таких насыщенных раундов, особенно первого, не забывать тяжелый вес все-таки. Долго держать темп очень сложно. Және бұндай ауыр соққылар көп күш алып қояды. Шашатып жүрек. Тамаша, тағы да. Жеп. Тізгінді қолға ала бастағандай. Айтбай Жандос. Тоқтап қалды. Саламат. Да, Саламат как будто бы замедлился, и я так понимаю, что начались первые проблемы в этом поединке. Это выносливость. И как раз таки время для Айтбая Жандоса взять инициативу в свои руки. Минута как раз остается до окончания второго раунда.
кәсіпқой жекпе-жектерде әрине тәжірибесі көбірек, сондықтан дәл қазір қызықтың бәрі енді басталу керек. Хайкик, снова с дистанции. Опасно, конечно, побежал на своего оппонента. Тағы да қол ашық қалды бұл тұста. Жақынға шықтықта. Қолмен соққылар өте қауіпті. Хамид Саламаттың. Фронт-кик, корпус. Раундтың соңы 30 секунд уақыт бар. Енді бір қарқынды көтеріп жіберу керек. Раундтың соңына қарай нүкте қойып кету керек. Былайша айтқанда. Тамаша, сол қол. Айтбайдың сол қолы екінші раундта біраз қиыншылықтар тудырды. Міне тағы да бүйірден. Неплохо здесь по корпусу. Но дальше, к сожалению, развития атаки нет у Саламата Хамида. Одиночным ударом попадает бесспорно. Вообще претензий к этому нет. Но дальше развития, к сожалению, нет. Раунд тең өткен дейін. Шыны керек, біздің көзімізге солай көрінді. Әрине төрешілер жекпе-жектен кейін нақты айта жатар. Ал біз 3-ші раундта тамашалауға дайынбыз. Міндетті түрде 2-ші раундтың ең қызықты сәттерін дәл қазір тамашалап шығамыз. Ал кеттік. 3-ші шешуші раунд. Енді күш энергияны үнемдеп жүретін уақыт бітті қазір. Бар күшті дәл осы 3-ші раундқа салу керек. Кому-то из файтеров необходимо третий раунд выигрывать очень уверенно, чтобы не оставить. Қазір аяқтан ұстап тұрып соққы салып жерді. Бұл ережеге қарама-қайшы. Чтобы не оставить сомнений в имени победителя этого противостояния. Ну, на фоне 2 раундов очень сложно, конечно же, темп один держать. Жақындаған кезде тағы бір тізені көтеріп көрді. 2-ші раундтан былай қарай Айтбайдың да қолмен соққылары өте бастағандай. Тағы да міне керек десең. Да, уже открытых рубок нет, открытых разменов. Дистанция оба предпочитает атаковать одиночными ударами. Ашық ұрыста қиын әрине. Сондықтан қазір дәл осылай айлаға салып жекпе-жекті өткізуге тырысады екеуі. Ашық ұрысқа кірсе ұзаққа шаппауы да мүмкін. Хайгигам здесь пытался нанести акцентированный удар. Жандос Айтбай, но, к сожалению, вскользь прошелся удар. Тяжело дышит уже Айтбай. Минута практически остается до окончания поединка. Дальше необходимо прессинговать Саламату Хамиту, если он хочет выиграть этот бой. Вот такие вот одиночные удары с дистанции очень сложно оценивать боковым судьям. Қарқын бәсеңдей бастады. Тамаша, енді соңғы минутта барын салу керек. Қатты шаршағаны. Айдан. Анық. Бұл жерде нокдаун емес, әрине қазір. Тепе-теңдікті сақтап қала алмады. Ары қарай жалғастыруға болады жекпе-жекті. Тамаша, қазір аяқтан іліп алуға жақын қалды шыны керек Хамид. Соңғы секундтар. Қолмен соққы көбірек жасағанына қарағанда шынымен де екеуде әбден шаршаған. Аяқпен соққылар әсіресе ауыр салмақта
көп функционалдық, жақсы функционалдық даярлыққа қажет етеді. Последние секунды оба. Сейчас будут максимально активны в эти последние секунды поединка. Нет. Болды. Жекпе-жек аяқталды. Поединок завершен. Мы ждем официального судейского решения судей. Напоминаю, что после окончания этого поединка мы с телеканала Спорт Плюс переходим на трансляцию на YouTube-канале Спорт Плюс. Поэтому для всех наших зрителей, кто следит за нашей трансляцией с телеканала Спорт Плюс, переходите на YouTube-канал, где продолжится наша трансляция. Дәл қазір жекпе-жектің қорытындысын тыңдаймыз, құрмет көрермен. Бір-біріне лайықты қарсыластар, өте тартысты жекпе-жек, және бізге енді төрешілердің бұндай қиын жекпе-жекте қандай шешімге келген, қандай тоқтамға келген дәл қазір білетін боламыз. Бұндай жекпе-жектерден шыны керек, біраз бас қатырады төрешілер. Сонымен құрметті ханымдар мен мырзалар, 3 раундтың нәтижесі бойынша төрешілердің бір ауыз шешіммен жеңіске жеткен. Рингтің ақ бұрышы Саламат Хамит! Шешіммен Саламат Хамит жеңіске жетіп отыр. Құрмет көрермен, кәсіпқой жекпе-жектердегі алғашқы жеңісі. Кёкшинкай карате Атырау облысының басшысы. Тағы да жеңімпазға қошеметтеріңіз Саламат Хамит. Сөз кезек өзіңде. Ассалаумағалейкум, Атырау. Осындай кеш құтты болсын барлығыңызға. Осы жерде рингке бір спортшыны орта шақырым келеді. Атыраулық Мұстафа Сағындық бола ма рингқа? Мұстафа Сағындықовты ортаға шақырсақ деп жатыр. Осында ма? Қасиетті домбыраны қолға алмай, қоңырынды әуелетпен кетерем. Мен қазақпын бойымдағы қан қазақ, мен қазақпын мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуаныс екен бар қазақ. Мен қазақпын түрім қазақ, тіл қазақ, мен қазақпын мен айтатын жыр қазақ. Сүйір болсын, тіреу болсын. Жеңіс құтты болсын, ешқандай арты ой жоқ. Спортивный интерес. Астана, декабрь, 4-ші турнир. Олай болса, алғашқы көз түйістіру рәсімі. Қошеметтеріңіз ағайын, келесі турнирдегі бұйыртса, келесі жекпе-жек дәл қазір.